Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман қауым. Жалпы қазіргі кездегі мұсылман жұртшылығының артта қалуының бірден бір себебі осы уақыттың қадірін түсіне алмау екендігін және оның қалай үнемді қолдану жолдарын иншалла дәрістерімізде әңгіме қозғаймыз. Бүгінгі кіріспе дәрісіміздің жалпы тақырыбы уақыттың қадірі. Осы тақырыппен бастай отырып, осы дәрістерімізде жалпы қандай тақырыптар қамтылатынын иншалла айтып өтеміз. Абай атамыздың мындай бір сөзі бар екен. Сөзіміздің басында келтіріп өтсек, ол кісі айтады: кеше балайың келдің ғой талай жасқа дейді. Көз жетті бір қалыпқа тұра алмасқа. Алланы сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар дүниеде одан басқа дейді. Шын мәнінде кез келген құбылыс, кез келген жаратылыс, тіпті ақыл иесі адамның өзі өзгеріске, құбылысқа душар. Сонымен қатар әр нәрсенің өзіндік өлшемі бар. Әр нәрсенің өзіндік бастауы бар. Адамның өзі өмірге келуі, ер жетуі, қартаюы, өмірден озуы, оның өзі бір тарих. Әр пенденің өзіндік ғұмыры бар. Алла тағала оны әуел баста біздің тағдырымызда, пешенемізде жазып бекіткен. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Қамар сүресінің 49 аятында былай дейді: «Инна күллә шайин халақнаху биқадар». Шүбәсіз, біз барлық нәрсені белгілі бір өлшеммен жараттық дейді. Әр нәрсенің өлшемі бар. Әр нәрсенің белгілі бір уақыты бар. Басында айтып өткендей, кеше бала едің, келдің ғой талай жасқа дейді. Шынымен қарап отырсақ, кеше ғана осыдан 15-20 жыл бұрын ауылдың шаңын аспанға көтеріп доп теуіп жүрген бала едік. Ал қазір 35-40-қа қадам басқан шақтамыз. Тіпті адам айнаға қарап өзінің бет жүзіне қарайтын болса, тіпті 10 жыл емес, тіпті 5-6 жыл бұрын-ақ адамның түрі, әлпеті басқаша еді. Осыдан бір 10 жыл бұрын саған адамдар ей балақай немесе ей жігіт деп шақыратын болса, қазір кезде ағай деп аталатын жағдайға жеттің. Шынымен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисінде мындай бір хадис бар: үмметімнің жасы 60 пен 70-тің арасы дейді. Кейбірі ғана бұл жастан асады дейді. Шынымен қазіргі қазақ елінің адам жасының орташа жасы есептейтін болса, сол 60 пен 70-тің арасы. Әрине, егер бұл жасқа келіп жатса, бір қаншама жастар осы жасқа жетпей-ақ қыршыннан қиылып жатқан қаншама бауырларымыз, қарындастарымыз бар. Енді қараңыз, адам орташа жас 60 пен 70 жас деп айтайық. Енді кейбіреулер үшін бұл 70 жас бір ұзақ бір жас болуы мүмкін. Бұған бір жете алмайтындай бір асу болуы мүмкін. Бірақ дегенмен де 70 жас дегеніңіз ол 70 жыл ғана. Біздің бір жылдан екінші жылға ауысуымыз, 2018-ден 2019 жылға ауысуымыз, жылдар жылжып өтіп жатыр. Сол 70 жасыңыз 840 айға татиды екен. Ал сіздің айыңыз қалай жылдам өтіп жатыр? Енді осыны аптаға бөлетін болсақ, сіздің 70 жасыңыз 3640 апта ғана. Өстіріңіз байқайсыздар, жұмадан жұмаға қалай келіп қалғанымызды байқамай қаламыз. Яғни осы сіздің жұмаларыңыз адамның пешенесінде осы ұзақ жасағанның өзінде 3,5-ға жетер-жетпес жұмаға қатысады екенсіз. Әлбетте бұл сандар бір сізге бір ұзақ бітпейтіндей, түгесілмейтіндей көрінуі мүмкін. Бірақ сол 240 айдың сіз қаншасын артқа тастап қойдыңыз? Егер бел ортасы 35-ке келсеңіз, сол 840 айдың 420-сын сіз артыңызға тастадыңыз. Қарап отырсақ, міне уақыттың ұзақтығы, егер осындай күндерге, айларға бөліп тастасақ, бір болмайтын қысқа уақыт екенін байқаймыз. 70 жыл уақытыңыздың сіз 3,5 жылдайын тек дастархан басында ғана өткізеді екенсіз. Егер 30 жылыңыздың егер күніне
2 сағатын босқа өткізсеңіз, сіз 3 жылдай уақытыңызды босқа кетіргеніңіз. Яғни 2 сағатыңызды егер ғаламторда, 2 сағатыңызды егер телефон шұқылаумен немесе бос әңгіме, өсек, ғайбатпен өткізсеңіз, сіздің 3 жылғы ғұмырыңыз бостан босқа өтеді екен, құрметті бауырлар. Қазақта мындай бір сөз бар: 30-да орда бұзбаған 40-та қамалмайды дейді. Біздер әлі күнге дейін сол ертеңім бар ғой деп, әлі күнге дейін сол ертеңге үміт етіп, ертеңге жоспар құрып, бірақ сол жоспарымызды іске асыра алмай жүрміз. Бұның барлығының бір себебі біздің бос уақытымызды тиісінше өзіміздің қалағанымыздай пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның көрсеткен нұсқауымен жүрмегендігімізден көптеген бәлекеттерге, көптеген қиындықтарға душар болып жатырмыз. Тіпті сіздің бос уақытыңыз шайтанның үлкен қаруы, құрметті бауырлар. Адамның егер бос уақыты пайда болатын болса, шайтан лағынет сізді алда барып болмайтын дүниелікте, ақыреттікте пайдасы жоқ істер жасатып қояды. Тіпті ол ма сізді талай күнәға, талай арты өкінішке оралған көптеген жайттарға сіз апару мүмкін. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның мындай бір хадисі бар: «Ниъматани мағбубун фихима кафиру минан нас, ас-сихха вал фарағ». Адамдардың көбі қадіріне жете бермейтін 2 нығмет бар дейді. Ол денсаулық және бос уақыт дейді. Шынымен осы бос уақытымызды, жалпы уақытымызды дұрыс жүйелей алмағандықтан біз әлі күнге дейін сол болмашы, орындалмайтын қиялдармен өмір сүріп келе жатырмыз. Жасымыз мейлі 30-ға келсе де, 40-қа келсе де, сол баяғы әңгімеміз, баяғы үмітіміз, баяғы армандарымыз әлі күнге дейін орындалмаған. Алла тағала баршамызға бір күнде 24 сағат берген. 24 сағатты байға да, кедейге де, 24 сағатты әйелге де, еркекке де, әлсізге де, қуаттыға да, күнәһарға да, тақуаға да берген 24 сағат. Бірақ сол 24 сағатты біреулер тиісінше орынды, Алланың разы болатындай амалын жасап, артында бір із қалдырып жатса, енді біреулер сол 24 сағатын еш қайда жеткізе алмай бос сандалып жүргендер қаншама. Жалпы біздің осы келешектегі дәрістеріміздің де тақырыбы осы уақытты үнемді қолдану. Бұл жайында жалпы шариғатымыз не дейді? Сол тақырыптардың бірегейін атап өтетін болсақ, уақытты тиімді қолдану рухани және материалдық байлыққа апарады. Әлбетте адамның рухани және материалдық қажеттілігі адамның 2 қанаты секілді. Екеуін де бірдей қағып, бірдей самғау керек. Одан кейін өзіміздің ислам дінінде, Құран аяттары мен хадистерде осы уақыттың құндылығы жайында қандай хабарлар бар, қандай ескертулер бар, сол жайында иншалла әңгіме қозғаймыз. Сонымен қатар Алланың біздерге парыз еткен құлшылықтарынан да, амалдарында, тіпті намаз, оразаның өзін қарайтын болсақ, белгілі бір уақыттармен шектелген. Таң намазын 5 уақытында оқи алмайтын секілді, 5 уақытын ақшам уақытында оқи алмайсыз. Әр құлшылықтың өзіндік уақыты бар, өзіндік межесі бар. Оның хикметіне осы жөнінде де иншалла әңгіме қозғаймыз. Сонымен қатар адамның жастық шағы, ең бір адамның жеміс беретін уақыты жастық шақ жайында. Жастық шақта мұсылман адам үшін, жалпы адамзат үшін қандай істермен айналысқан абзалырақ. Жастық шақтағы адамның нағыз тепсе темір үзер, сондай бір қылшындай жасында не нәрсемен айналысқан жақсы. Не үшін қазір кезде көптеген ағаларымыз, көптеген бауырларымыз сол жастық шақта қолын сермегемеген үшін, жастық шақта бар күшін салып, білімді игермеген үшін қазір кезде опық жеп жүрген қаншама бауырларымыз бар. Одан кейін осы дәрістеріміздің тағы бір тақырыбы адамды осы уақытты бағалаудың бірден бір жолы ол өлімді еске алу. Сол жайында иншалла әңгіме қозғаймыз. Сонымен қатар кейбір адамдардың өткен шаққа байланып қалуы, осы қай кезде рұқсат етіледі, өткен шаққа байлануға бола ма, өткен шақтан қалай біз пайда аламыз, қалай ғибрат аламыз, осы жайында иншалла әңгіме қозғаймыз. Сонымен қатар адамның осы шақпен ғана өмір сүруі, келер шаққа деген сол үміті,
адамның ертеңі бітпейтін адамның жағдайы жайында иншалла дәрістерімізде арнайы тақырыптар арнаймыз. Сонымен қатар мұсылманның қасиетті күндері мен түндері жайында бөлек дәрістеріміз бар. Бұл орайда бір айта кететін мәселе, осы дәрісіміздің бір тақырыптары, сонымен қатар батыс ғалымдарында осы уақытқа байланысты қандай тұжырымдар бар, қандай ойлар бар. Шынын қарайтын болсақ, қазіргі кезде көптеген мұсылман мемлекеттерінен қарағанда батыс елдері көп мәселелерде, көп істе алда. Уақыттың қадірін, уақытты үнемдеудің қадірін солар бізден қарағанда жақсырақ білетін секілді. Олардан не нәрсе үйренуге болады, не нәрсе үйренбейміз. Осы жайында иншалла біз арнайы осы тайм менеджмент дейді, уақытты үнемдеуге байланысты, уақытты басқаруға байланысты жазылған еңбектерді сол жайында иншалла әңгіме қозғаймыз. Сонымен қатар мұсылманның бір күндік жоспары қандай болу керек, мұсылманның бір апталық жоспары қандай болу керек, мұсылман бір айға қандай жоспар құру керек, осы турасында иншалла сіздермен Алла бұйыртса әңгіме қозғаймыз. Атақты Хасан Басри былай деп айтқан екен: "Я ибн адам" дейді, ей адам баласы дейді, "иннама анта айям", шынында сенің ғұмырың белгілі бір күндер дейді. "Иза захаба яумун захаба ба'дук", дейді. Егер сол бір күнің өтсе дейді, сенің бір бөлігің жоғалған дейді. Шынымен қарайтын болса, Алла біздерге қанша ғұмырды, қанша күн, қанша аптаны егер нәсіп етсе, сол біздің бір бөлшегіміз екен. Әр күн өткен сайын біздің бір бөлшегіміз кетпеске кетеді екен. Атақты имам тағы бір сөзінде былай дейді: "Я ибн адам" дейді, ей адам баласы дейді, "нахарука дайфука" дейді, сенің күндізің сенің қонағың дейді. "Фа ахсин илайха", онымен жақсы мәміледе бол дейді, оған жақсы қара дейді, жақсы өткіз дейді. "Фа иннака ин ахсанта илайхи иртахала бихамдика" дейді. Егер сен оны жақсы шығарып салсаң, оған жақсы қарасаң дейді, ол саған мақтау айтып кете барады дейді. "Ва ин асата илайхи", оған жамандық жасасаң дейді, сол күнің сіз егер болмайтын нәрсемен өтетін болса, сол күнің күнә амалдармен өтетін болса, иртахала бидаммика дейді, саған тек жамандық тілеп кете барады дейді. "Ва казалика лайлатука" дейді, сол секілді сенің түніңде солай дейді. Енді ойланып көрейікші құрметті бауырлар, әр адам өзінің нәпсісін, өзінің жағдайын жақсырақ біледі. Біздің қаншама күніміз біздерге мақтау айтып өтті, қаншама күніміз біздерге жамандық тілеумен өтті. Енді бір сөзінде былай дейді: "Ад-дуния саласату айямин", дүние тек 3 күннен ғана тұрады дейді. "Амма ламс фақад захаба бима фихи" дейді, кеше болса дейді, ол өте шықты, кете барды дейді. Яғни өткен өмірің, өткенге салауат дейміз, өткен өмірің кете барады. "Вамма гадан фалааллака ла тудрикуху" дейді. Ал ертеңің болса, ертеңің сен үшін беймәлім дейді. "Ваммал яум фалака фа'мал фихи" дейді. Ал бүгінің болса, сен бүгінің үшін амал ет дейді. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма дейді. Дәрісімізді тамамдай келе атақты сахаба Ибн Масхудтың мына сөзімен аяқтағымыз келеді: "Ма надимту аля шайин надми аля яумин ғарабат шамсуху" дейді. Өкініштердің ішіндегі ең қатты өкініш мен үшін салихалы амалдар жасалмай, ажалға бір қадам жақындап батқан күнім дейді. "Нақаса фихи ажали валам язид фихи амали" дейді. Алла Тағала біздерді уақытын үнемді қолдана алатын, уақытын жоспарлай алатын, ертеңгі күнге нақты жоспары бар мұсылмандардың қатарынан етсін иншалла.